Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі күннің жады мен сабақтың тақырыбын дәптерге жазамыз. Бүгінгі сабағымыз жанды және жансыз табиғат туралы. Орыс тіліндегі аудармасы «Живая и неживая природа». Тақырыпты түсіну үшін алдымен жаңа сөздермен танысамыз. Жанды, жансыз, живой и неживой. Өсімдік, растение, өседі, растет. Балалар, суретке назар аударамыз. Табиғат жанды және жансыз болып бөлінеді. Жанды табиғатқа жануарлар, құстар, адамдар, өсімдіктер жатады. Ал жансыз табиғатқа келесі суретте берілгендей су, тас, тау, күн және ай, бұлт жатады. Бүгінгі сабақтың орындайтын бірінші тапсырмасы мәтінді оқы. Табиғат жанды және жансыз болады. Жанды табиғатқа адамдар, жануарлар, құстар, өсімдіктер жатады. Жансыз табиғатқа су, тас, тау, күн, ай жатады. Жанды табиғат өседі, өзгереді, ал жансыз табиғат өзгермейді. Келесі екінші тапсырма. Көп нүктенің орнына керекті сөзді қойып дәптерге жазамыз. Бізге берілген керекті сөздер: табиғатқа ай, өсімдіктер өседі, жанды, өзгермейді. Мысалы, адамдар, жануарлар, құстар жанды табиғатқа жатады. Келесі үшінші тапсырма ауызша тапсырма. Суретке мән беріп қараймыз. Қайсысы жанды табиғатқа, ал қайсысы жансыз табиғатқа жатады? Кесте бойынша айтамыз. Мысалы, жанды табиғатқа адамдар, жануарлар және өсімдіктер жатады. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.